Халық оқымай, халық туған тілге бейтараф. Лекин біздің язған әйберлер, өзі біздің язған әйберлер, халық оқырлық мысың деген сұрауны қойып қарайық әлі. Мен мұны бүтін зиялыларға müracaat етем, bütün қаламдаштарыма müracaat етем, өзіме де müracaat етем. Біздің бүтін әйбір бізде халықтың зауғына туры келемі, оның ихтияжларына туры келемі. Міне мен журналларны қарап барамаймын, Татарстан журналларын. Үпкелештен болмасын. Лекин кімге қызы ол соғыштан соңғы шырдағы кішінің интегөлі кішірешлерін тасвирлаған әсерлер. Бүгін күн еш кішісіне қызық мұсың ол? Білмейм, мен мәселе міне 70-ші жылар болуына кішісі боларақ, мен айында олар уже қызық түгел. Мен тұрсын айтам, яшірмейм. Hem anlağımşa ol 90-cı yıllar boğuna bütün bir нәрсе қызық түгел андай әйберлер. Шуңа күрә мында теге ғайып отта да тәртеде де, мәселен, тұтырықлы өсіш жолынан атлап барабыз деп, я болмаса Башқұртстан иқтисады анда тұтырықлы өсіш жолынан атлый. Һәм башқалар. Менә шундай жолларны кем укый инде менә бүгенге көндә. Газет калькалары бит инде алар белән дөнья шуарланган хәзер. Алардан құтылу кирәк әлбәттә. Аны гади генә әйтеп берерлек, bir сүз белән әйтеп берерлек әйберләрне без bir җөмләгә сузабыз. Бүгенге көндә менә искә алсагыз, гадилек сорала. Мөмкин кадәр гадилек һәм шул ук вакытта тел кануннарына хыянат итмәү.